Мында біз границадан уже өтіп болдық. Енді қаланың ішіне кіріп, Чиланзарский районынан біз букинг арқылы забронировка қылғанбыз ертерек отельге. Осы отельге келдік. Осындай екен іші, сырттары осындай. Бір күнге бізге 14 мыңға айналды. Іші өте таза. И хозяиндар тоже жақсы кісілер екен. Хозяйкасы орыс кісі екен. Міне біз шыққанға дайындалып тұрмыз уже Қыдырғанға. Және де біз осы жерге атақты Бешқазанға келіп, біздің тұрып атқан жерімізге жақын екен. Автобуспен келдік, 1-2 остановка. Іші өте әдемі екен, 4 этажды. И төбесінде террасасы бар екен. Жоласын етеміз өзімізге. Плов алдық, и жаңағы чүчік алдық, лепешка и компот алдық. 4-5 мыңға айналды. Енді Қыдыруға шықтық.